Мағрур Айше. Қырым гуя таш үстінде құрылған. Қайда бақсаң таш. Өлкемізге бұл қадар таш қайдан келген екен? Мына бұрынчақта таштан пек бұйық қале япылған. Қаленің сайбы есе яш бір қыз, ады да Айше. Ғайет күчлі ве мағрур қыз, оның жүрегі ажу деген шейіні білмей. Қыз іч бір вақыт, іч бір кімсені севмеді. Оның көзлері симсия дерсін эки зейтун данесі. Барып та Айше адамға ачулы бақса, оянып күлге чевіріле біле. Есі бөле көзлерге Аллах раст кетірмесін. Айше жесур бір ақай кебі кімседен қорқмай. Шының үшін де оны ұзақ яқын әркез біледі. О дайыма сучлы, айны заманда күчлі еді. Күнлерінің бірінде оның жүрегіне яңы бір дұйғы соқылды. Онымен давалашты, бір севежексін деді. Айше жеми қадынлар кебі йымшақ табиатлы олмақ істеді, ләкин бежеріп оламады. Оңа, білесің міне Айше, ашағы чоқраққа анда ажайып су бар. Анда ювынсан, ярамас ачулы инсан біле бірден йымшай, али женап инсанға чевіріле, деділер. Айше барып ювынайым, қадын затын өмірі насыл олайкен бақайым деген алда чоқраққа йөнеді. Чоқрақның қаршысында есе Төпекерман адлы башқа бір қаледе бар еді. Анда бір оғлан яшайды. Оның көзлері дат өзенінің суы кебі масмавы еділер. Сачлары десең симсия, озы есе мышық кебі сес солықсыз юре, амма озу ачыланғанда, мавы көзлері эки кескін қылыч кебі инсанның башыны кесіп атқаныны кімсе дуймай екен. Егит чоқраққа дүлберден дүлбер бір қызның келгенini көріп, ашағы енді. Кет егит деді Айше, бұ суф менімдір. Сен не дейсің, қыз? Бұ суф дайыма менімке, сен кет. Маңа эмир бермеге жесаретіні қайдан алдың? Сен мені қыз күлледе яшаған Айшені білмейсің ма? Маңа бұ вақытқа жық іч кімсе эмир етмеді. Саңа эмирде кел, тек рижа етем. Кет мындан, чүнки сув менімдір. Бұ сөзлеріні бірда текрарласаң, көзлерім огынде күлге чевірілерсің. Шымды текрарларым. Қыз оғланға ғадапле бақса да, егит ерінден қыбырдамады. О назарыны қызының сия көзлерінден алмады. Олар егітінің жүрегіне соқылған еділер. Егит оңа ұрғын олды. Деңле қыз, деді егит нефесі тұтылған алда. Қалеме бұйыр. Енді аңладым. Қомшы екенміз, бұ геже менде қон, қадыным олырсын. Қадыным олырсын? Дері кеч Айшенің көзлері ачувлы йылтырадылар. Чекіл сувның янындан. Бұда не үшін екен? Чекілмем, ейсі қалеме бұйыр. Егит қызға да яқын барды. Қолларымны бірақ деп бақырды Айше, ве оғланның күчлі әллерінден құтылған сон чевіріліп чоқрақны терк етті. Айше төпеге көтереле атқанда, ачуындан патлай язды. О оз қалесіне кірер-кірмес қызметкерларына барып оңа айтыңыз, маңа баш егіп келсін. Тек бұндан сон мен оны өзіме хожа етіп алырым. Барыңыз деп емір етті. Олар кеттілер. Қалеге кірген сон, «Женап, бізім асыл задеміз сізні өзіне ақа етіп алмаға разы. Сіз анда бармақ керексіңіз», деділер. «Мені өзіне ақай етіп ала біле екен», күлді егит. «О білміш олсын, мен ат дегілім. Егер істесе, оның өзі маңа келсін». «Ойлема», деп бақырды Айше қызметкерларының жевабыны ешткен сон. «Мен эпісі бір сені мында келмеге мечбур етерім», деп фысылдады.
Bundan soң о этрафтаки ташларыны топлап, чоқрақ булунган дереге атмақны эмир етті. Хызметкарларнен берабер ташларны озу да атты. Таш атқанда Айшеке ачувлы, кәмүлайым олды. Дере ташқа толды, оненіdir бекледі. Ташқа толған дереден екі күчік инсан, бір қызчықнен, бір оғланчық бірі-біріне қаршы келмекте еділер. Бұ дерені ташқа насыл залым инсан толдырды екен? Ашағыдaki дүлбер чечеклеріні көрмеділер ме екен? Деді қызчық оғланчықның янына келгенде. Оғланчық опкенен, ашағыда бұрсықлар да яша еділер. Мен оларны бақмаға сық-сық бара едім. Оларның қобаларыны толдырмаға кім жесарет етті ажеба? Я сен қайда кетесің деп сұрады оғланчық. Озым, кезінмеге чықтым. Айсайыр, бізім қалеге барайық. Қызчық шен алда оғланчықнен берабер қале тарафына чапып кетті. Айше оларның пешінден бақып қалды ве мен де шу қызчық кебі кетмек керекім ма? Yok, бір вақыт өле yapmam деп кестірді. Айше çok dayandı. Ләкин сонундан мерамындан vazgeçti. Қалеге yol aldı. O sallana кетті. Dudakları nenidir fısıldadılar. Айше қолымен көзлеріні қапатып кете берді ве қалеге барып шықты. Оны кемер қапы янында егетінің өзі қаршылап алды. Келдің ме деді. Келдім деп жауапланды Айше дарған алда. Демек севесің? Севем деді Айше. Sonra ellerini yüksek көтерді, егетінің жүрегіне ханжар саплады. Севем деп текрарлады қыз бұрда.